Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай керемет, дәмді, ерекше салаттың рецептісіменен бөлісемін. Салат өте тез әрі жеңіл жасалады. Дәмі өте керемет болып шығады. Ең алдымен салатқа қажетті ингредиенттердің барлығын дайындап аламын. Көкөністерді пісіріп, оның қабығын аршып қоямын. Кейін осы көкөністерді кезек-кезек етіп, осындай үкіштен өткіземін. Ең алдымен мен картопты өткіздім. Картопты өткізіп алып, артынан сәбізді де үкіштен өткізіп аламыз. Әр көкөністі жеке-жеке ыдысқа салып дайындап аламын. Жұмыртқаны да пісіріп, оны да қазір үкіштен өткізетін боламыз. Ол үшін мынандай ақуыз бен сары уыздың екеуін бөліп, алдыменен ақуызын өткізіп, содан соң сары уызын да үкіштің ұсақ бөлігінен өткізіп аламыз. Басқа ингредиенттерді боямас үшін қызылшаны ең артынан өткіземіз. Көкөністердің барлығын дайындап алғаннан кейін тұзды суда піскен тауық етін алып, оны да ұсақтап тураймыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты турасаңыздар болады. Мен осылай ұсақтап төрт бұрышты етіп турадым. Тіпті турамай қолдарыңызбен үзіп қойсаңыздар да болады. Салатты жинау оңай болу үшін қажетті заттардың барлығын алдын ала осылай турап, үкіштен өткізіп аламын. Кейін оны арнайы ыдысқа салып жинаймыз. Қажетті ингредиенттердің мөлшерінің барлығын видеоның астында описание бөліміне жазамын. Салатқа арналған ыдысымызды алып, оның үстіне салатты жинаймыз. Жаңа жылға аз ғана уақыт қалғандықтан, жаңа жылдық тематикада салатты жинайтын боламын. Осылай Аяз атаның аяқ киімінің формасын келтіріп, картопты орналастырып аламын. Кейін оның үстіне майонезді тор көз ретінде жағып, оның үстінен тұзды сеуіп аламын. Келесі кезекте ұсақтап туралған тауық етін орналастырамыз. Майонез жағамыз. Тауық етін орналастырғаннан кейін тұзды себудің қажеті жоқ, себебі тауық еті тұзды суда пісіп шыққан. Келесі қабатта бізде піскен сәбіз, оны да осылай орналастырып аламыз. Кейін майонезді жағып, тұзды себеміз. Грек жаңғағын алдын ала осылай ұсақтап турап алдым. Оны сәбіздің үстіне орналастырдым. Жаңғақтан кейін жұмыртқаның сары уызын бірден орналастырамын. Тек содан соң майонезді жағамыз. Келесі піскен үкіштен өткізілген қызылшамызды алып, салаттың барлық бөлігін жауып шығамыз. Қызылша салаттың бетін толығыменен жабуы керек. Тұзды сеуіп, бетіне майонезді жағамыз. Алдымен тор көз ретінде жағып, кейін оны қасықпенен барлық жеріне біркелкі етіп жағып орналастырамыз. Салат әдемі әрі біркелкі тегіс болып тұру үшін оның шеттерін осылай қасықпенен жүріп шығамыз. Қажетті формаға келтіріп аламыз. Беткі қабатына анар дәнектерін саламыз. Дәнектер жан-жаққа шашылып кетпеу үшін оны орналастырғаннан кейін қолымызбен сәл басып, кішкене формаға келтіреміз. Видеода көрсетілген ингредиенттердің құрамынан менде осындай 2 тарелка салат шықты. Салат дайын, енді оны әсемдейміз. Жұмыртқаның ақуызын алып, аяқ киімнің жүні шығып тұрғандай етіп салып шығамыз. Салатты өз қалауларыңызша кез келген формада жинасаңыздар болады. Қазір жаңа жылға аз уақыт қалғандықтан мен сіздерге осындай әдемі формада салатты жинауды көрсетіп жатырмын. Барлық өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген формада, өздеріңізге ұнаған формада салатты жинасаңыздар болады. Дәл осылай жинау міндетті емес. Байқап тұрсаңыздар, бұл салаттың формасы бір қарағанда Аяз атаның аяқ киіміне ұқсаса, екінші бір қарағанда жүректің формасына да келеді. Сол себептен барлығы өздеріңіздің фантазияларыңызға кім қалай көреді, қалай жасайды, солай жасасаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.